Чап, күн ысык, шопинг кылдым, кийим алдым өзүмө. Анан азыр экзаменге даярданыш керек. Эртең 1 эмес 4 сабактан экзамен экен, голос экзамен. Настроение жок, в общем. Ошо. Мен сиздерди бир Анара ханым менен тааныштыргым келип тур. Ол Анара ханым негизи көз тийүүден, либо былай болжалдап, сүрөтпен айтып береді. Және де былай казыркы таңда болады ғой, адамдарга негизи көз тийип калат, башка адамдардын назары, көзү, сөзү өтүп калат дегендей. Сондай нерселер болуп жүрсө, өзүңүздү ауырып, былай ауыр сезинип жүрсөңүз, алде бир адам жайлы билгиңиз келсе, орталарыңызда бир нерсе чыгамы, алде калай деген сыяктуу сондай нерселерди фотосун жиберип те сурасаңыздар болот. Менин башка Алматыдагы тааныштарым да барган болатын, солар тете менен сүйлөшкөн болатын. Олардын айтымында примерно 80-90% дурус чыгады экен. Сондуктан сиздерге де мынекей кааласаңыздар аккаунтун және де ссылкасын калтырып коямын. Утро. Шла на учебу. Сегодня у нас госэкзамен. Пожелайте мне удачи. Ну, настроение жок. Вообще без настроения. Я солай. Сенің қызың осындай. Туған күнің мен. Жаным менің. Қалай сені жалғыз тастап қоям туған күніңде, өзің ойлаш. Чемодандарың мен оқудан экзаменге шығып келе салғам ғой саған. Сондай келдім, Алматыдамын, Атаулеттің қасындамын. Сол, туған күн бізде еще таныстық басталғалы 2 ай. Құтты болсын. Бүгін ошым өте күшті күндер болып отыр. Бірса. Стористеріңізді қалдырмай көріңіздер. Достар, барлықтарыңызға қайырлы кеш. Біз эфирден шықтық. Мән жайды түсіндіре кететін болсам, кеше түнгі 12-ден кейін мені звондап құттықтамаған үшін кеше қатты ұрысып қалған болатынбыз. Ары қарай да бір мәселелер шығып. Бүгін азанда мен жазған болатын, болды бізден арамызда барлығы тоқтады, мен бармайым деп. Даже тоқтатуға дейін келген болатын. Сөйтсем барлығы пранк болған екен. Есіктен кіріп келді. Я в шоке. Күттің ба? Қуаныштысың ба? Қуаныштымын. Бақыттысың ба? Қуаныштымын, бақыттымын. Сосын солай. Қазір маған берген подаркаларын көрсететін болам. Стористарымда өте күшті